Баршаңызға сәлем, сіздермен сандуғаш. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және тез дайын болатын голубцы тамағын дайындайтын боламыз. Менің арнама жазылып, подписация бөлімін басуды ұмытпаңыздар. Ал қажетті заттарды описаниясына жазып қалдыратын боламын. Бізге керекті заттар: ет, күріш, пияз, помидор және қара бұрыш, тұз керек болады. Күрішімізді салып, фаршымызды саламыз, кейін пиязымыз бен помидорымызды турап салып аламыз. Қара бұрыш пен тұзды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араласқан салмамызды іші тазаланған перецке салып дайындап алатын боламыз. Жақсылап араластырып, тазаланған перецтің ішіне салатын боламыз. Салып дайындап алдық. Енді сорпасын дайындайтын боламыз. Қызып тұрған қазанға майымызды құйып, пиязымызды салып жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін помидорымызды салып, картошкамызды салып жақсылап қуырып алатын боламыз. Қуырылған немізге сорпамызды құйып, оған лавровый лист, кейін приправамызды қосып жақсылап қайнататын боламыз. Қайнап тұрған сорпаның ішіне дайындалған болгарскийімізді қосып 40-45 минут қайнататын боламыз. 45 минуттан кейін